Сәлем баршаларыңызға. Бүгінгі тақырып сенім ойлау жүйесіне байланысты бүгінгі тақырыпта сөйлесетін боламыз. Жалпы ұбт дайындығында дайындықты күшейтіп жатамыз, иә. Нұртас ағай, қалай ұбт-ға жоспар құрсақ болады, қалай дайындықты күшейтсек болады деген секілді қалай деген сұрақтар. Жалпы ең әуелі мынандай нәрсе бар. Адам бір нәрсені істемес бұрын, бір мақсатқа жетпестен бұрын, адам неге деген сұрақты қоятын болса, қалай деген сұраққа өзіне жауаптар пайда болады дейді. Мәселен, егер мен залға бару дейтін болатын болса, жаттығу, бойым физикалық белсенділігімді, күш қуатымды, денемді шығару дейтін мақсатым болатын болса, мен оған қалай емес неге деген сұрақты қоятын болса, мен неге, өйткені мен краш болғым келеді, мен күшті болғым келеді, қыздарды сындырғым келеді деген секілді неге деген сұраққа жауап тапсам, окей, түсініп алдым, мәнісін түсініп алдым, и менде уже қалай деген, уже менде желание ұрып тұр, мәнісін түсініп тұрмын, не істеймін, жатақханада зал бар екен, залға давай аптасына 3 рет барайын, тамақтануымды дұрыстау керек екен, ұйқымды дұрыстау керек екен деген секілді менде қызығушылық, менде мән пайда болды. Тура сол секілді ұбт-ға дайындалған кезде, білмеймін, сіздің дайындықты тастап қоюыңыз немесе бар күшіңізді салмауыңыз, ерінуіңіздің барлығы неге деген сұраққа жауап таппағаныңыздан. Сіз неге деген сұраққа бірінші әуелі жауап беріп алсаңыз, өте күшті болушы еді. Енді кез келген нәрсе сенімдерден құралады біздің әлем. Мәселен, менің сенімім ол ұбт түлектеріне пайдалы болу немесе адамдарға көмектесу болуы мүмкін. Ал басқа біреудің сенімі ол болды, білмеймін, спортпен айналысу деген секілді. Спорт арқылы мен әлем чемпион болдым, олимпиада чемпионы деген секілді. Бір спортшының сенімі сондай, спортқа байланысты сенім деген секілді. И сол бір сенімдерге байланысты біздің өмірімізде ережелер, әдеттеріміз, әрекеттеріміздің барлығы сол бір сенімдерден құралады. Енді сіздің сеніміңіз, сіздің ойлау жүйеңіз қаншалықты дұрыс болса, сіздің әрекеттеріңіз де дұрыс болады. Мәселен, менің қолымнан келмейді, мен қанша оқысам да миыма кірмейді. 11 жыл бойы оқыдым, ал енді сразу келіп миыма қағып кетем ба, бірден іліп кетем ба, менің қолымнан келе ме, грантқа түсе аламын ба деген, түсе алмай ма деген секілді сенімсіздіктің барлығы мына тұрған осы уақытқа бойы жиналған сіздің жаттанды әлсіздіктеріңіз немесе сіздің сенімдеріңізге байланысты құралған. Мәселен, жаттанды әлсіздік дейтін ұғым бар ғылымда. Бұл деген сізге жатталып қалған ұғымдар. Мәселен, бала кезіңізде ыстық шайнекті қолыңыз тигіздіңіз, қолыңыз күйіп қалды. Оппо, Нұртас, ыстық шайнек соға болмайды екен, қолың күйіп қалады. Уже сіздің оқиға болды, оған байланысты тұжырым пайда болды. Тура сол секілді мен мәселен жұрттың алдында немесе көпшіліктің алдында, сыныптастарымның алдында мен 7-ші сыныбда мен тілек айттым. Сөйтіп тілегімді бір кекештеніп қалдым, ойымды жеткізе алмай қалдым деген секілді, сыныптастарымның барлығы маған күлді. Менен ой қалыптасады. Нұртас, мен болды сөйлей алмаймын, тілек айта алмаймын, ойымды жеткізе алмаймын деген секілді. Менде сенім қалыптасты. Енді тура сол секілді ұбт дайындығын бастадыңыз, бірақ сізде сәтсіздіктер болып жатыр, миыңызға кірмей жатыр, болмай жатыр, қателіктер болып жатыр, ұқпай жатырсыз, тағысын тағы. Сізде андай тұжырым пайда болуы мүмкін. Болды, Айдос, Аружан, мен қолымнан келмейді, мен жасай алмаймын деген секілді. Болды, мен біттім деген секілді. Ондай тұжырымдардың қаншалықты дұрыс деген сұрақтар бар. Мәселен, және айтқандай, мен 7-ші сыныбда көпшілік алдында сөйлей алмай қалдым. Нормально сияқты бәйді, өйткені 7-ші сыныптың оқушысын, білмеймін, мен оған қырғын кітаптар оқыған жоқпын деген секілді, оның ойымды жеткізетін тәжірибелер болған жоқ. Мен алғашқы тәжірибем болды. Нормально нәрсе ол нәрселердің барлығы. Немесе дәл қазіргі сіздің ұбт дайындығыңыздың сәтсіздіктерінің барлығы ол нормально нәрсе, өйткені сіз білмеймін, бір 10 жыл бойы кітап бетін ашып үздіксіз дайындалған жоқсыз, сіз алғаш тәжірибелер жасадыңыз. Алғаш просто сәтсіздіктер болды, қиындықтар болды. Бұлардың барлығы қалыпты нәрсе. Сізге байланысты, осы дүниеге байланысты сіз сәл ойланып көріңіз. Так, мен қай жерде дұрыс емес сенімдерім бар? Менің қолымнан келмейді деген сенім бар екен. Не үшін менің қолымнан келмейді деген секілді. Енді бұл нәрсемен жұмыс жасауға болады. Бұнымен жұмыс жасау үшін сіз парақты алуыңыз керексіз. Ақпарат, кітаптерді алып алыңыздағыны жазып шығыңыз, өзіңіздің жетістіктеріңізді, осы уақытқа дейінгі жетістіктеріңізді. Білмеймін, қыз сынына қатысып, немесе жігіттер сұлтанына қатысып бір орын алып алдыңыз, немесе көшеде футболда бір гол соқтыңыз, білмеймін, бір кішкентай бір марапат сертификаттарыңыз бар, спортқа баруыңыз мүмкін, онда білмеймін, бір ай болсын сіз онда білмеймін, бір еңбек еттіңіз, тер төктіңіз деген секілді. Білмеймін, ұбт дайындығын ең кемінде курсқа тіркелдіңіз, ол да бір жетістік. Енді бір кемінде бір 30 жетістігіңізді жазып шығыңыз, 30 жетістігіңіз осы уақытқа дейінгі. Сізде бір азда болсын бір сенімділіктер пайда бола бастайды. Оппо, мен осы нәрселерге жетіппін ғой.
Екінші кеңесім ол жетістік күнделігін жүргізу. Жалпы мен шырақ марафонда ментормын және де онда ОБТ-ға дайындаймын, жоспар құруға көмектесемін. Және де менің оқушыларым 2 апта бойы жетістік күнделігін жүргізген болатын. Яғни күн сайын 3 жетістік жазады қорытынды. Так, бүгін Нұртас мен қандай жетістіктерге жеттім. Андай көшті бұл маңызды емес. Бүгін мен тарихтан оғыз туралы конспект жаздым. Жетістік па? Жетістік. Бүгін мен кішкене де болсын қимылдадым. Бүгін мен сабаққа бардым. Бүгін мен курсқа тіркелдім деген секілді. Бүгін мен білмеймін 1000 қадам жүрдім, шаг жүрдім деген секілді. Кішкене болсын жетістіктер. Және сол бір кішкене жетістіктерді көру арқылы сіздің сенімділігіңіз артады. Және айтқым келетіні, өмірдегі жетістіктердің барлығы сіздің сеніміңізге негізделеді. Егер сіз күн сайын қолымнан келмей жатыр, болмай жатыр деген секілді тек қана сәтсіздіктерді көрсеңіз, сіздің өміріңізде де неғұрлым сәтсіздіктер көбейе береді. Өйткені сіздің настроениеңіз түсе береді. И салыстырып көргенде неғұрлым сенімдірек болсаңыз, соғұрлым жақсырақ дүниелерге, жақсырақ ОБТ-ға дайындалуға көмектесетін болады. Енді қорытынды айтқым келетіні, ОБТ-ға күшті дайындалу техникаларынан бұрын ең әуелі тұрған ішкі сеніммен, тұрған ішкі жүрекпен, шынайы неге мен ОБТ-ға дайындалам деген сұраққа жауап беріп көрейік. Иә, білмеймін, не үшін бәлки ата-анам айтып жатыр деген секілді, білмеймін, ол да болуы мүмкін, бірақ алайда неге? Иә, расымен аңдап алайын. Егер мен грантқа түсе алмай қалсам не болады? Ата-анамның үмітін ақтай алмай қалуым мүмкін. Ол кісілерге білмеймін 4 жыл бойы салмақ салуым мүмкінсің деген секілді, олардың бір мәнісін, дайындығын, жауапкершілігі. Ең әуелі тұрған өзіңнің үмітің бар, иә. Сенің болашағың, сенің әрекеттерінің нәтижесінде пайда болады. Және де саған ОБТ дайындығында мықты күш қуат, тұрған неге деген сұраққа жауап тап дегім келеді. Және де саған сәттілік тілеймін. Ешқашан берілме, тоқтама, жасай бер, әрекет ете бер, түбінде бірдеңе шығады. Және де мен саған сенемін, сенің қолыңнан келеді.